бүгіннен бастап біз жаңа бөлімде оқитын боламыз. Жаңа бөлімнің атауы ғалам, жер, адам. Сабақтың тақырыбын білу үшін біз суреттермен жұмыс жасаймыз. Қазір оқушылар сіздерге мен әртүрлі суреттер берем. Осы суреттерге мұқият қарап, бірнеше сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: мына заттардың өлшемдері бірдейлерді анықтаңдар. Екінші сұрақ: қызметімен ұқсастары қайсы? Үшінші: өлі денелер мен тірі денелерді атаңдар. Төртінші сұрақ: заттардың үлкендері қайсы? Бесінші сұрақ: кішкентайлары қайсы? 1 минуттан кейін осы сұраққа жауап беріңіздер. Сонымен оқушылар, мысалы осы заттарды, суреттерді бердім сіздерге. Оның ішінде әртүрлі заттар бар. Мысалы жұлдыздар және өсімдіктер, галактиканың бөлімі, адам, молекула, жануар және атомдар. Осыларды қарап тұрып, сұраққа жауап беріңіздер. Сұрақ бергеннен кейін оқушылар мұқият қарап тұрып, осы сұраққа жауап бергеннен кейін біз сабақ тақырыбын шешетін боламыз. Сонымен оқушылар қандай шешімге келген болыңыздар. Мысалы, біріне сонда ұқсас заттар бар. Оның ішінде жануарлар мен өсімдіктер, атомдар мен молекулалар. Оның ішінде галактика мен және жұлдыздар. Айтып бере қойыңызшы, қандай заттар біріне ұқсас? Ұқсастығын айтқаннан кейін қызметтерін айтып жіберіңіздер. Сонымен оқушылар қандай сабақтың тақырыбы деп ойлайсыңдар? Дұрыс, сабақтың тақырыбы болады макроәлем және микроәлем. Сабақтың мақсаты макроәлем және микроәлем нысандарын ажырата біледі және мысалдарға келтіре алады. Осы үлкен мақсатты шешу үшін біз барлығымызды жұмыс істеу керекпіз, шешу керекпіз. Мынандай мақсат: макро және микроәлем туралы сипаттама жасайды. Макро және микроәлем нысандарын сипаттама жасайды. Көпшілік оқушылар суреттерді қолдана отырып, макро және микроәлем нысандарын топтастырады. Кейбір макро және микроәлем нысандарын пайдалану бойынша талдайды. Сонымен оқушылар, осы мақсатты шешу үшін біз бірнеше сөздермен танысу керекпіз. Макро, микро, мега әлем деген ұғымдармен танысу керек. Оқушылар, ойлап көріңізші, қандай мағына білдіреді микро? Дұрыс, микро ұғымы өте кішкентай деген мағына білдіреді. Сондықтан микроәлем бұл қоршаған ортадағы аса үлкен емес нәрселер. Жаратылыстануда өте ұсақ бөлшектер есептеледі: молекулалар және атомдар. Күнделікті сыныптарда оқисыңдар, молекулалар, атомдар кішкентай бөлшектерден тұрады. Мысалы, атомдарды алсақ, протоннан, нейтроннан тұрады. Және біз бүгін танысу керек мынандай ұғыммен макро ұғымы үлкен дене деген мағына білдіреді. Макроәлем бұл үлкен нәрселер, олар үлкен денелерде есептеледі. Адамның бастап, одан да үлкен қоршаған ортадағы заттар, олар ұсақ бөлшектерден тұрады. Біз танысамыз тағы бір мынандай анықтамамен мегаәлем. Мегаәлемге жатады, мысалы, сондай ауқымды денелер: планета, шоқжұлдыз және галактика мегаәлем деп есептелетін болады. Осы планеталарды, шоқжұлдыздарды, жүйе денелерді оқитын жеке ғылым бар, астрономия. Соны оқушыларымыз назар аударып, тағы бір ұғым
туындады астрономия. Ғарыштық денелерді дамуы мен құрылысын астрономия ғылымы зерттейді. Сонымен бүкіл әлем, оны былай да айтуға да болады, ғалам уақыты мен кеңістігі ақыл өлшеміне сыймайтын шексіз бізді қоршап тұрған материалды дүние. Жерге жақын, жер атмосферадан тысқары орналасқан кеңістік, планета, жұлдыздар, астероидтар, кометалар және шаң тозаңдар кеңістік. Олар ғаламның нысандары деп есептеледі. Макроәлем және микроәлем нысандарды жіктеуге болады. Қалай біз жіктейміз? Мысалы, былай жіктеуге болады. Көзге көрінбейтін, көзге көрінетін, алыс жақын, көлем бойынша үлкен, орташа, ұсақ. Мысалы, галактика, ғалам, ғарыш әлем, атом, молекулалар көзге көрінбейтін деп есептелетін болады. Көзге көрінетін өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар, адамдар, олар көзге көрінетін болады. Аспандағы көптеген жұлдыздардың жиынтығы галактика құрайды. Галактика ол мегаәлемнің бір нысаны деп есептелуге болады. Біздің галактикамыз құс жолы деп атайды. Галактиканың құрамында миллиондаған жұлдыздар бар. Әрбір жұлдыздың күн сияқты өзінің жүйесі бар. Сонымен оқушылар, қандай біз жаңа ұғыммен танысқан болдық. Мега дұрыс, мега, макро және микроәлем. Микроәлем және олардың нысандарын мен таныстық. Сонымен балалар, бір назар аударыңыздар. Аспан, әлем және біздің әлем бір тұтас екендігін көзін жетеді ме? Біз айту керек, аға жетеді деп айтуға боламыз. Мегаәлемде галактика, жарық жылы, макроәлем адам және уақыт. Мысалы, біз аламыз адам скелетін. Адам жатады макроәлемнің бір бөлігі деп есептеуге болады. Және осы сендер биология үлкен сыныптарда оқисыңдар, адамның скелеті әртүрлі сүйектерден тұрады. Егер микроскоппен қарасақ, сонда ұсақ бөлшектерден тұрады. Скелеттің жасушалардан тұрады. Ол жасушалар сонда өте ұсақ. Сонымен оны есептеуге болады, микроәлемнің нысаны деп есептелуге болады. Және кішкентай ғана атом мен аспан әлемі бір тұтас материя болып есептеледі. Олар бір-бірініз өмір сүре алмайды. Және микроәлем мен макроәлемнің нысандары бір-біріне ауысатын болады. Сонда бір қасиеттері бар. Мысалы, аламыз бір затты алғанда, ол заттар кішкентай бөлшектен тұрады, атомдардан тұрады. Атомды біріне қосылып молекула түзілетін болады. Осы молекула әртүрлі болады. Мысалы, молекулалар химиялық заттары бойынша есептесе, ол нарыздар болады, липидтар болады, олар болады, нуклеин қышқылдар, соны бәрі топтасып жасушаны құрайды. Жасушалар әртүрлі болады, ол бір-біріне ұқсас болады. Жасушалар ұқсас қызметтерді біркелкі болған, соны ұлпалар түзілетін болады. Және ұлпалар түзіліп, бір мүше түзілетін болады. Мүшелер жүйесінде орналасатын болады. Сонымен бір үлкен организм пайда болатынын сендер білу керексіңдер. Сонымен олар адам, жануарлар, өсімдіктер, ол макроәлемнің бір нысаны болып есептеледі. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар, оқушылар. Келесі сабақта есте жазып, микроәлем туралы есте жазып білетін болыңыздар осы ұғымдарды.